Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең жұмсақ әрі дәмді сметанник жасаймыз. Дәмі деген енді естен кетпейтіндей. Ол үшін бізге 2 стақан ұн, құм шекер жарты стақан және қатып тұрған сары майды холодильниктен алып, осындай теркадан өткізсеңіз өте ыңғайлы. Соған араластырып, ұныңызды жақсылап тұрып, елеп аласыздар. Содан кейін 1 жұмыртқа қосып, осындай тесто. Нанымызды холодильникке тындыруға қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Начинкаға қаймақ керек 400-500 грамм, 4 жұмыртқа және қант қосасыздар. Ванилин қоссаңыз, иісі керемет болады. Барлығын әбден араластырып алыңыздар. Содан кейін формамызды дайындаймыз да, дайын тестамызды өстіп салып, үстіне начинкасын құямыз. Пешімізді 180 градусқа қосасыз да 40 минутқа қоясыздар. 40 минуттан кейін қандай болды? Өте әдемі. Үстін украшать етсеңіздер болады. Өз қалауыңыз бойынша әрине. Иісі деген өте керемет. Кескеннің өзінде қараңыздар, қандай жұмсақ. Нанның өзі жұмсақ, үгітіліп жатыр. Ата-енеңізді бір қуантыңыз. Ал енді дәмін көрейік. Қараңыздар, қандай нәзік, өте жұмсақ. Дәмі өте дәмді енді. Есіңізден кетпейді мұнаның дәмі. Көпке дейін есте қаларлықтай. Жасап көріңіздер. Өте оңай, тез дайындалатын ең дәмді сметанник. Лайк басуды ұмытпаңыз.